Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен сметаник пирогының рецебімен бөліскім келіп отыр. Бізге ең алдымен 200 грамм қант, 700 грамм сметана, 6 жұмыртқа, 180 грамм маргарин және 400 грамм ұн қажет болады. Бұның барлығы бізде бөлме температурасында болу қажет. Енді біз тестамызды дайындайтын боламыз. Тестамызды дайындау үшін бізге 2 жұмыртқаны жарып аламыз. 3 қасық қантымызды қосамыз. Бөлме температурасындағы жартылай еріген маргаринімізді саламыз. Сонымен қатар 3 қасық сметанамызды салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Менің YouTube каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне, осылай жақсылап езіп аламыз. Осы дайын болғаннан кейін ұнымызды, разрыхлителімізді салып, жұмсақ қылып, тесто илейтін боламыз. Дайын болған тестамызды холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін біз салмамызды дайындайтын боламыз. Салмамызға жаңағы сметанамызды саламыз. 4 жұмыртқамызды және 200 грамм қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен ұзақ араластырмаймыз, өйткені ол кезде салмамыз сұйықтау болып кетеді. Міне үсті араластырып болғаннан кейін жаңағы тоңазытқыштан тестамызды алып шығып, арнайы формамызға осылай бортиктер жасап, формамызға келтіреміз тестамызды. Содан соң осы тестамыздың ішіне салмамызды құятын боламыз. Микротолқын пешімізді біз 180 градуста 40 минутта пісіріп алатын боламыз. Микротолқын пешті біз алдын ала қосып алуымыз қажет. Микротолқын пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Сөйтіп 180 градуста 40 минут пирогымызды пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Тестасы өте песочный және дәмді болып шығады. Менімен бірге осы пирогты жасаңыздар.